Үйлеріңізде қалып қалған ашыған сүт болса, осы пирогты жасап көріңіздер. Өте дәмді пирогтардың бірі. Ол үшін бірінші ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және де қантымызды салып, бір келкі масса болғанша жақсылап тұрып миксерлеп алатын боламыз. Мен өзімнің ас үй көмекшім Kenwood'ты қолдандым. Егер де сіздер алғыларыңыз келсе, маған дайректке жазыңыздар. Кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды және ашыған сүт немесе мен сияқты сірепкемізді құйып, тағы да бір келкі қылып араластырып аламыз. Және де електен өткізілген ұнымызды және қопсытқышымызды қосамыз, яғни разрыхителімізді. Кейін бір келкі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Осымен біздің пирогымыздың қамыры дайын. 24 диаметрлі формамызға салып, жақсылап жайғастырамыз және де қалауларыңыз бойынша үстіне кез келген жеміс немесе дәндер қолдануға болады. Мен алмұртты қолдандым. 160-170 градус қызып тұрған пеште 40 минутта осылай пісіп шығады. Суығаннан кейін формасынан босатып, үстіне қантын тағы сеуіп ұсыныңыздар. Өте дәмді пирог. Сіздермен болған Ақбота. Назарларыңызға рахмет.